Қалайсыздар? 41-ші сабаққа келдік. Essential Grammar деген кітап бойынша. Тағы қайталап айтып кетейін, бұл кітапта 100-ден көбейсе сабақтар бар. Және бұл кітапта грамматика әдісін әдемі түсіндіріп кеткен кітап. Сондықтан да бұл кітаптан бұл сабақтардан көп пайда ала аласыздар. Егерде дұрыстап материалды түсініп алып, көбірек практика жасап оқып жүретін болсаңыздар, иншалла. 41-ші сабаққа келдік. Бұл 41-ші сабақта біз егерде біреу бір нәрсе айтатын болса, оған солай ма деген сияқты. Расымен солай ма? Мысалы, кешіп қалдым десе, кешіп қалдың ба деген сияқты. Мен бұны жаздым десе, қош жаздың ба деген сияқты. Мен ұнамайын десе, мә неге деген сияқты. Сондай нәрселерге қысқа түрде жауап беруді үйренетін боламыз. Мына жерде бірінші суретте екі адам біреу айтады, I bought a new car. Мен жаңа машина сатып алдым дейді. Oh, have you деген солай ма? Сатып алдым ба деген. Екінші суретте I'm writing a book. Мен кітап жазып жүрмін дейді. I really? Рас па? What about? Не жайында дейді. I don't like George. Маған George ұнамайды дейді. Үшінші суретте. Don't you? Ұнамайды ма? Деген сияқты. Don't you? Не нравится? Деген сияқты. Why not? Неге? Осындай сұрақтардың өзінің логический, грамматический конструкциясы бар. Соны қарап көрейік, қалай болады. You can say, have you, is it, can he, etc. Сіз дейтін have you, is it, can he деп жауап бере аласыздар дейді. To show that you are interested or surprised. Өзіңіз көрсету үшін дейді. Сізге действительно ана кісінің айтып атқан сөзі қызықты, немесе сол айтқан кісінің сөзінен сіз таңғалдыңыз. Сол осы екі жағдайда білдірту үшін осы конструкцияларды қолдануға болады. Мысалға қарайық. You are late. Сен кешіктің. Oh, am I? Мен кешіктім бе? I'm sorry. Кешірім сұраймын дейді. Қараңыздар. Мына жерде you are деп жауабында you are деген, яғни ана кісіге you are деп тұр ғой, ана кісі I am дейді, мысалы. Бірақ сұрағында енді am деген алға кетіп қалады ғой, сол кезде am I деп айтамыз. Мына жерде oh, am I late? Мен кешіктім бе дегендегі late'ті қысқартып тастап алып тастаймыз. Сонда you are late дегенде oh, am I late деген ғой негізі. Бірақ am I деп айта салсақ жеткілікті. Себебі late екенін ана кісінің сөзінен біз түсініп тұрып, контекстен түсініп тұрып. You are late. Oh, am I? Мен кешіктім бе? I'm sorry. I was ill last week. Өткен аптада мен ауырдым. I was ill. Я был болен. Were you? Мына жерде негізі were you late? Were you ill? Сен ауырдың ба? Were you ill? Бірақ ill деп алып тастаймыз да. Were you деп айтсақ жеткілікті. Were you? Деп ауырдың ба? I didn't know that. Мен оны білмедім. It's raining again. Қазір тағы да жаңбыр жауып тұр дейді. Is it? Негізі is it raining ғой мына жерде. Бірақ is it десек жеткілікті. It was sunny 10 minutes ago. 10 минут алдын күн шығып тұрды ғой деген сияқты. There is a letter for you. Саған хат бар дейді. Хат бар саған. Is there a letter деген ол хат бар ма деген. Бірақ letter'ын алып тастаймыз да. Is there бар ма деген сияқты. Where is it? Қайда ол? Bill can't drive. Bill машина айдау білмейді дейді. Bill can't drive. Can he drive деген негізі. Бірақ drive'ті алып тастаймыз да қысқа түрде сұрақ қоямыз. Can he? Бұл деген surprise. Таңғалатын кез. Can he? Таңғалған кезде айтамыз. I didn't know that. Мен оны білмеппін дейді. I'm not hungry. Мен аш емеспін дейді. Aren't you? Аш емессің бе? Яғни aren't you hungry? I am деген қысқаша түрде, яғни I'm hungry. Ал мен ашпын деген. Sue isn't at work today. Sue бүгін жұмыста емес дейді. Sue isn't at work today. Isn't she? Ол жұмыста емес пе? Is she ill? Ол ауырып жатыр ма? дейді. Көрдіңіздер ма? Екінші вариантта is she ill деп ill'ді қосты. Неге? Себебі просто is she десе адам түсініксіз де. Is she деген не ол is she? Мына осы сөйлемнің алдында at work деген сияқты бір подсказка ретінде келген жоқ. Мысалы ол
жаңағыдай бүйтіп айтса, мысалы she, мысалы is ill деп айтатын болса, мысалы ол ауырып жатыр деп, онда is she деп айтсақ жеткілікті. Бірақ ондай сөздер, ондай нәрселер болмағандықтан is she ill, ол ауырып жатыр ма деп ill'ды толықтай қосамыз. Контекстке қарай яғни. Енді екіншісі use do, does for the present simple and did for the past simple дейді. Егер де present simple болатын болса, яғни қарапайым сондай сөйлемдер, сондай осы шақтағы, онда do, does'ды қосу керекпіз дейді. Мысалы speak, like, wear, go деген сияқты сөздің етістіктер болатын болса, және ол present simple'да болатын болса, яғни осы қарапайым осы шақта болатын болса, онда do, сұраққа do'ды қосып қоямыз. Мысалы I speak 4 languages. Мен 4 тілде сөйлеймін деген кезде do you деп осы таңғалған түрде do you деп айтамыз. Негізі do you speak 4 language деген ғой. Do you speak 4 languages? Бірақ 4 languages дегенді алып тастаймыз, себебі оның алдында хабар ретінде келді, сондықтан қажет емес оны айтуға. Do you десе жеткілікті. Негізі do you speak 4 languages деген. Which ones? Тілдердің қайсысын білесің дейді. Which ones? Осы 4 тілдер білем деді, сол тілдердің қайсысы? Какой из них дейді. Білесің деген сияқты. Tim doesn't eat meat. Tim ет жемейді дейді. Doesn't he жемейді ма ол? Яғни doesn't he eat meat? Doesn't he eat meat деген ол. Бірақ doesn't he десек жеткілікті. Does he eat fish? Ал ол балықты жейді ма дейді. Мына жерде уже біз қосу керекпіз міндетті түрде бұл сұраққа. Does he десек ол сөйлем толық емес те. Does he eat fish? Себебі бұл жаңа сөйлем, жаңа сұрақ. Алдыңғыға қатысы жоқ, былай айтқанда. Қатысы жоқ дегенде eat meat'ке қатысы жоқ. Does he eat fish? Ол балық жейді ма дейді. Сол кезде мына жерде қысқа жауабы doesn't he. Nicole got married last week. Nicole өткен аптада күйеуге шықты дейді. Did she күйеуге шықты ма? Яғни толық түрі did she got married деген. Бірақ did she деп қысқаша айта қоямыз. Really? Рас па деп. Осындай таңғалатын немесе қызықты кері сұрақ қою үшін осындай конструкцияны қолданатын боламыз. Question text дегенді үйренейік. Question text деген бар. Ол яғни, you can use have you, is it, can she, etc. at the end of a sentence. Сіз бір сөйлем сұрайсыз, бір сөйлем айтасыз да, содан кейін артынша сұрақ қойып жібересіз. Мысалы, бүгін керемет күн, солай емес пе? Деген сияқты. Разве не так? Деген сияқты. Сегодня прекрасный день. Разве не так? Деген сияқты. Бүгін, мысалы, бүгін күн салқын болды, солай емес пе? Деген сияқты. Сіз өзіңіз бір нәрсе айтасыз да, содан кейін ана адамды бір ояту үшін ба, сені бір дұрыстап тыңдасын деген мақсатпен ба, кері сұрақ қойып жібересіз. Солай емес пе? Деген сияқты. Разве не так? Деген сияқты. Сондай сөйлемдерді қалай қолдану керек, соны қазір үйренетін боламыз иншалла. These many questions are question text дейді. Мына мини сұрақты осы question text деп атайды. Мысалы суретке қарайтын болсақ, бір адам айтады, it's a beautiful day. Isn't it дейді. Бұл керемет күн дейді бүгін. Бүгін керемет күн дейді. Солай емес пе дейді. Разве не так? Isn't it деп тұр. Yes, it's perfect. Керемет дейді. Сонда қараңыздар. Positive sentence, negative questions. Question, мысал қараңыздар. Сөйлем деген, сөйлем не болады? Болымсыз болмайды, бірақ сұрақ артынша келген болымсыз болады керісінше. Мысал қараңыздар. It's a beautiful day дейді. Isn't it деп. Is it деп тұрған жоқ. Isn't it деп. Мына сұрағы болымсыз болып тұр. It's a beautiful day. Isn't it? Солай емес пе? Жауап yes, it's perfect. Керемет деді. Мысалы, Sally lives in London. Sally Лондонда тұрады. Doesn't she? Солай емес пе? Doesn't she? Мына жерде does she деп тұрған жоқ. Does she live in London деп тұрған жоқ. Doesn't she деп негативті айтып тұр. Сонда yes, that's right. Бұл дұрыс дейді.
You closed the window. Сен есікті жаптың. Didn't you? Солай емес пе? Мысалы, didn't you деп negative question қойып тұр. Yes, I think so. Мен солай деп ойлаймын. Солай деп ойлаймын. Those shoes are nice дейді. Бұл аяқ киімдер, бұл туфлилар nice, керемет дейді, әдемі дейді. Aren't they? Солай емес пе? Болымсыз. Yes, very nice. Керемет дейді. Tom will be here soon. Tom қазір кішкенеден кейін болады осында дейді. Won't he? Солай емес пе? Деген сияқты. Yes, probably. Мүмкін дейді. Ал енді, егерде сіз сөйлеміңіз болымсыз болатын болса, мысалы, онда оның қосымша сіз қосып тұрған сұрақ, ол керісінше болымсыз болмайды. Керісінше сол болымсыз емес сөйлем болады, яғни. That isn't your car. That isn't your car дейді. Бұл сенің машинаң емес дейді. Is it? Солай ма? Дейді. Is it деген, көріңіздер ма? Сөйлем болымсыз. That isn't деп тұр. Is not деп тұр. Ал сұрағында керісінше болымсыз емес. Is it деп тұр. That isn't your car. Бұл сенің машинаң емес. That isn't your car. Is it? Солай ма? No, it's my mother's. Жоқ, бұл менің анамдікі дейді. You haven't met my mother. Have you? Сен менің мамаммен кездесіп көрмедің. Солай ма? Have you? No, I haven't. Жоқ, мен кездеспедім дейді. Көрдіңіздер ма? Сөйлемде болымсыз. You haven't. Бірақ сұрағында болымсыз емес. Have you? Sally doesn't go out much. Sally сыртқа көп шықпайды дейді. Does she? Солай ма? Дейді. No, she doesn't. Жоқ, ол шықпайды дейді. You won't be late. Сен кешікпейсің. Will you? Солай ма? Кешікпейсің ба? Деген сияқты. No, I'm never late. Жоқ, мен кешікпеймін дейді, ешқашан дейді. Сабақ түсінікті болған деп үміттенемін. Түсінікті болған болар деп. Осымен сабағымыз тамамдалды. Егерде ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар. Егерде түсінбеген болсаңыздар, комментарияға сұрақ қойыңыздар, жауап беремін иншалла. Және тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.